Бүгін Түркияның Республика күні мерекесі. Осыдан бір ғасырдай уақыт бұрын Анадолуда ұлт көшбасшысы Мұстафа Кемал Ататүрік бастаған шет ел интервенттерінің жаулауынан құтқаруға бағытталған ұлт-азаттық күрес жеңіспен аяқталды. Осылайша 1923 жылдың 29 қазан күні дайырлы Түркия Республикасы құрылды. Ұлы елдердің мұрагері ретінде құрылған жаңа мемлекет өзінің тарихи сахнаға шыққанын бар әлемге жариялап, республиканың тұңғыш президенті болып, отан үшін от пен оққа кеудесін тосқан даңқты маршал Ғази Мұстафа Кемал сайланды. Түркия мемлекетінің негізін қалаушы әрі тұңғыш президенті Мұстафа Кемалдың есіміне кейін құрметті Ататүрік атауы қосылды. Түбіміз бен тегіміз бір, тарихымыз бен мәдениетіміз, әдебиетіміз ортақ елмен қазір байланысымыз күшті. Бұл күні Анкарадағы Ататүрік кесенесіне халықтың ағылатынын, билік өкілдерінің арнайы гүл шоқтарын қойып тағзым ететінін атап өткен абзал. Жұмхуриет байрамы, яғни республика күні жыл сайын бүкіл Түркия аумағында атап өтіледі. Мереке күні елде ұлттық байрақтар ілініп, мемлекеттік мекемелерде, оқу орындары мен мектептерде демалыс күні болып белгіленеді. Мектептерде міндетті түрде салтанатты іс-шаралар, көшелерде мерекелік шерулер өтеді. Мереке күні мектеп оқушылары мен әскер шеруіне байланысты көше қозғалысы өте тығыз. Мұстафа Кемал Ататүрік кесенесінде арнайы салтанатты алаңда әскери байқаулар өткізіледі. Әртүрлі партиялар бұл күнді елдің өткені мен болашағы туралы пікірталастармен атап өтеді. Ал кешке эстрада әншілерінің қатысуымен концерттер ұйымдастырылып, от шашу болады. Достар, Даниял ТВ каналына лайк қойып, тіркеліп, пікірлеріңізді осы видеоның астында қалдыра отырыңыздар.